Баяғыда бір кішкентай қыз болыпты. Әжесі оған туған күніне қызыл телпек сыйлатты. Содан бері ауылдағылардың бәрі оны қызыл телпек деп атап кетіпті. Бірде анасы бауырсақ пісіріп, былай депті. Қызым, мына бәліштермен бір құты сары майды әжеңе апарып бер. Бірақ жолдан шықпа және бейтаныс адамдармен сөйлеспек. Қызыл телпек сол сәтте-ақ жиналып, басқа ауылда тұратын әжесіне жол тартыпты. Ол орман соқпағымен келе жатқанда, алдынан қасқыр шығыпты. Қайда барып жатсың, қызыл қалпақ? Байқұс қыз орманда қасқырмен сөйлесу қауіпті екенін ұмытып, оған жауап беріпті. Мен әжемнің үйіне бара жатырмын. Оған бәліштер мен кішкентай бір құты май апарамын. Әжен алыс жерде тұра ма? Өте алыс. Мына орман шетінде көрініп тұрған диірменнің ар жағында. Ал ауылға кіргенде ең бірінші үй болады. Білесің бе, мен де әжене барып келейін. Мен мына жолдан барамын, ал сен ана жолдан бар. Қасқыр бар пәрменімен ең қысқа жолмен тұра жүгіріпті. Ал қыз ең ұзын жолмен асықпай аяңдапты. Жол жөнекей ол гүл теріп, шоқ жасапты. Ал қасқыр болса, әженің үйіне жетіп барып, есікті қағып, дауысын өзгертіпті. Әже, бұл мен, қызыл телпекпін. Есіктің жібін тартсаң ашылады, деп жауап беріпті әжесі. Қасқыр ішке кіріп, әжені жұтып қойыпты. Оның түнгі телпегін киіп, төсекке жатып күте бастапты. Көп ұзамай қызыл телпекте жетіпті. Әже? Депті ол ішке кіріп. Сәлем, менің сүйікті балам. Біраз жақынырақ кел. Депті қасқыр әженің даусымен. Неге сіздің құлақтарыңыз осындай үлкен? Сені жақсырақ естіп алуым үшін, қарағым. Әже, неге сіздің көзіңіз соншалық үлкен? Сені жақсырақ көру үшін. Неге сіздің тістеріңіз соншалық үлкен? Сені жеу үшін. Қасқыр қызыл телпекке тап беріпті. Бірақ сол маңнан өтіп бара жатқан аңшы айғайды естіп, үйге кіріп, қасқырды көріпті. Ол қасқырды артқы аяғынан ұстап алып, бар күшімен сілкілегенде, қасқырдың аузынан әжесі аман сау шығыпты. Әжесі, немересі және аңшы отырып, бауырсақпен шай ішіпті. Содан бері қызыл телпек еш қашан жолдан шықпайтын және бейтаныс жандармен сөйлеспейтін болыпты. Тағы да әндер мен ертегілерді қалайсың ба? Біздің тегін Лолла қолданбасын жүктеп ал.